Менде қарыз намаздар көп. Санын толық білбейм. Болушунча 500-600 қайсы намаздар екенін дағы білбейм. Қанчасын оқысам болады. Жана мен мұрда намазды сөзсіз ғұсыл менен оқуй екен деп білбейт елем. Ошолорду дағы қайта оқып шығышым керек пе? Ошо намаздар қарыз болып есептеледі. Мындай. Қарыз намаз қанша екенін білбесеңіз, бол жолды қыласыз. Мысалы, мен сұрашым мүмкін да сізден чымды деп, жашыңыз қанша деп. Сіз айттыңыз 40-қа шықтым. Машалла. Қаншанчы жыл намаз баштадыңыз? Оңой эле дейм. 10 жыл болды намаз оқығаныма. Жақшы, мына жақта 30 екен ал. Так, балағатқа толған есте жоқ. Все, есте болмаса 12-ден ала бересіз. Дағы 18 жыл қаза. Мысалы да, бұл жолда өле шығара бересіз ал, оңой эле ал. Қалған Алла райымды, қалған оқи беріңіз, бисмилла депші. Ана қаза намаз оқығанға сөзі ғұсылдың керегі жоқ. Ғұсылғанда егерде түшір көп қалсаңыз, же аялыңызға жақындасаңыз, ошындан ғұсыл болады. Ғұсыл дайым эле бола бербейді. Фарыз ошында болады. Әлбетте сүннет жұмасына бір жолы жуынып қойыңыз. Мен 16 жаштамын. Мен жақтырған бір қыз бар. Исламда қыз жігіт болып жүргені болбойды деп ұққам. Ошол қызды қантип жақтыр басам болады. Ушуга дуа барбы? Жана ошол қызға белек бергенге ысырап болобу? Көзді сақтаңыз. Көз сақталсачы, ой да сақталар. Мей бар ғой. Көз сақтап алсаңыз, адамның көзі қаяқта болса, өзі ошақта болады. Ошон біз ұстазды сабақ оқытқанда кейде ештен бірі кіріп алсачы, оқушылар ошақта қарап алатын еді. Аны ұршақ деді. Қаяқта қарайсың? Алдында кітеп тұрса, ұстаз тұрса, анан айтады, адамның көзі қайда болса, өзі ошақта. Сен сабақта емессің дейді. Бұл да бізге сабақта бірі келіп, азанға келіп қалады, тияққа келіп мында қалады. Аяқты қарамаңыз сіз. Асман түшіп кетсе дағы, бияқты қараңыз. Көзді сақтағанғач, намаз да болчу. Намаздың ішінде көзді сақтаған, намаздың сыртына көзді сақтағанға чоң тәсірі бар. Ошон үчүн Аллаху акбар дегенде сажда кылган жерди карайсыз. Имам Малик рахматуллахи алейхи айтат, кыбланы карайсыз. Мындай кылчу, Аллаху акбар. Чүктү? Башка мазхабтар, бизде мазхаб өзгөчө. Жүзүңдү кыблага эмес, жүзүңдү өзүңдө карап турасың кыблага, мындай багыт алыпчы. Но көз каякта карасын? Сажданы карап турсун. Андан кийин ушу көз саждада ошол жерде турсун да. Тияк бияктарды карай бербей, бияктан. Андан кийин рүкүгө барабыз да, рүкүгө барганда эки буттун учун карайбыз. Көз ошол жерде кармаңыз, концентрация кылыңыз. Карап туруңуз. Кайра турасыз го, сами Аллаху лиман хамида. Аракет кылыш керек ошол жерде саждага кайра карагангачы. Бирок көбүнчө биздин көзүбүз көтөрүлүп кетет да. Караганычы ошол жерде караш керек. Саждаға барғанда мұрын ұлычы қаралады. Көзді жұмбаш керек, көзді жұмға макру болып қалады. Бірақ егерде сіз пікіріңіз чачыраса, көзді жұмып, мақұл ғой, пікіріңізді топтағанға ұрықсат, анда макру да болбайды. Андан кейін, аттахиятта отырғаныңызда, баланы қол алдыңыз қаласыз ғой, кейбірлер жүрегін қарайды, кейбірлерден башқа жоқ, алдыңызда әлі қарайсыз. Түзден алдыңызда қарайсыз. Баланы қол алдыға отырғандай алдыңызда қарайсыз. Салам бергенде иінді қарайсыз. Бұл жаққа салам бергенде бұл иінді қарайсыз. Көздің әдеби ошол. Көп киім алғаны болобу, ахиретте қанша ақша көп кетірсең, ошончо жооп бересин деп ұққам. Менде көчөгө кийген 1-2 кийимим бар. Дағы алса болоу апамдың ақшасына. Машалла. Алла разы болсын. Тура айтасыз. Мындай қараңыздарда зарылчылыққа жараша. Зарылчылыққа жараша киім. Үйде қызмат қылған алышыңыз мүмкін. Қышқы киім болушы мүмкін. Жайқы киім болушы мүмкін. Зарылчылықтан ашқанын садақа берген жақшы.
İmam Malik rahmetullahi aleyh tuuralı aytıllar. Bir yılda 360 kiyim giyişken. 360. Her bir kiyim, sabahka birle kiyim giyetkende şakiritine öğretken. Ertesi günü bir bul şakiritine. Bir ele giyip şakiritine öğretken olur. Ama öyle kaldı. 365 kol nege 5 kayakı gitti. Görse 5'i al ihram giyetken de. Acılıkta tikilgen giyim giyse olmaydı da. Maşallah. Allah'ım barımızda zarılçılığa jaraşa giyingenge, zarılçılıkta aşkanı sadaka vergenge tevfik versin.